Елімізде электросамокаттарға қатысты тағы бір тыйым күшіне енді. Соңғы жылдары жаяулар жиі қолдана бастаған бұл транспортпен енді тротуармен жүруге болмайды. Веложолақпен немесе көлік жолының оң жақ бөлігімен ғана қозғалуға рұқсат беріліп отыр. Бірақ трассаға 18 жасқа толған және жүргізуші куәлігі бар азаматтар ғана шыға алады. Оның өзінде басына шлем кию қажет. Сонымен қатар, тәуліктің қараңғы уақытында жолдың жүру бөлігінде жарық қайтарғыш кеудеше немесе жарық қайтарғыш элементтерді пайдалану қажет. Электросамокатпен жолаушы немесе жүк тасымалдауға тыйым салынады. Одан бөлек жалға берілетін электросамокаттарға талаптар күшейді. Олар тіркеу нөмірімен және сақтандырумен қамтамасыз етілуі тиіс. Ал кикшеринг компаниялары самокаттардың техникалық жағдайын, жылдамдығын және орналасқан жерін бақылауға міндеттеледі. Көбінесе кедергі келтіреді. Машиналардың жүруіне, адамдардың жүруіне. Көрінген жерде жатады, дұрыста қоймайды, құлап жатады, аттап өтуге тура келеді. Негізінде олар арнайы жол салып бергендерін дұрыс, өйткені бізде мына адам жүретін пешеходтың өзі тар. Жолда қалдырып кететін рас, неудобно жүрген кезде, коляскамен, жаяу жүрген кезде, көбінесе коляскамен жүресің, сол кезде жолдан өткен кезде әсерін тигізеді. Құзырлы органның хабарлауынша, жаңа ереже электросамокаттарды қолдану кезінде жол қозғалысы қауіпсіздігін күшейтуге бағытталған. Айта кетейік, бұған дейін Алматыда заң бұзған самокаттарды сергек камералары арқылы анықтау көзделіп отырғаны мәлім болған еді. Оразай Нұртай, Әділет ТV.